Саламатсыздар ма? Бүгін тауық етінен отбивные пісіреміз. Мен тауықтың сан етін алдым. Сан етін дегенде санынан терісін, етін сүйегінен ажыратып аламыз. Себебі кішкене майлы болады. Көп не аз жақпаған дұрыс. Майонезді немесе сметананы. Енді картопымызды турап аламыз. Картопты қоспауға да болады. Сытный болу үшін мен картоп қостым. Майонезді ондай көп жақпайсыздар. Видеодағыдай тек аздап жағып шығасыздар. Бана специяларды дәміне қарай қосуларыңызға болады. Бана айтып кеткендей, мен майонезді қолдан жасағандықтан, ішіне специялардың бәрі қосылғандықтан, мен бұл жерде специя көп қосқан жоқпын. Енді бұның үстіне пияз салдым. Пиязды негізінде еттен кейін салса өте жақсы. Мен орнын ауыстырып алдым. Негізі пиязы мол болған жақсы. Егер пияз жақсы көрсеңіздер, мол етіп қосуларыңызға болады. Енді грибыларымызды, яғни саңырауқұлақтарымызды турап, банағы пиязымыздың үстіне бұларды да жайып аламыз.
үстіне майонезім жағып, енді специяларымды қосамын. Себебі неғұрлым үстіне жақсы етіп тұзын, бұрышын сепкен жақсы, себебі ол дәмдеуіштердің бәрі астына қарай түседі сорпасына. Енді қызанақтарымызды төсеп шығамыз үстіне. Менде қысқа қатырылған қызанақтар болатын, соларды пайдаланып жатырмын. Бұның үстіне тағы да майонезімізді жағып, сосын 180 градуста духовкада 35-40 минуттай пісіреміз. Уақытын және градусын сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға қарай келтіресіздер. Міне духовкадан 35 минуттан кейін алып, үстіне сиыр төсеп жатырмын. Кім қандай сиыр пайдаланса да өзі болады. Мен өзім осы сиырды пайдаландым. Суретте көрсетілген сулугуни деген. Міне дайын болды отбивныйымыз. Осы рецептен пісіріп көрулеріңізге болады. Өте сорпасы мол, жақсы болып шығады. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.